Алтын бүркіт. Байтақ даланың имендеген адамдардың туы қарапайым еді. Көк аспан мен алтын күн. Өйткені күн әрдайым төбеде тұрады ғой. Жұрт оны өздерінің жарылқаушысы деп білетін. Расында да ол барлық жағдайды көмекке келетін, алайда бірде кең даланы бір үлкен бүркіт пайда болады. Ол азық үшін қой ұрлап бастады. Бүркіт сойылудан тырнақтарын бір бүргенде бірнеше қойды қатар іліп әкетеді. Оған қарсы қолынан ештеңе келмейтін адамдар амалсыз көніп жүрді. Онымен шайқасуға ешкімнің батылы жетпеді. Әбден есірген бүркітке мұның бәрі аз көрінді. Бірде желбіреген туды көріп қалып, оның зығырдан қайнады. Ол өзінің адамдардың билеушісімін деп есептейтін, сол үшін де өз бейнесін туға енгізуді талап етеді. Әрине, күннің ортасында онсыз да бүркіттің көп зияны шеккен адамдар қатты қайғырып мұңға батады. Кейбіреулері тіпті алып құстың жеңу мүмкін емес екенін біле тұра қолдарына найза алып, онымен шайқасуға әзір екенін білдірді. Бірақ бұл еш мүмкін емес еді. Сондықтан бір суретші оның бейнесін салуға ниет білдірді. Содан бүркіт үлкен қойтастың үстіне отырып қорқынышты қанатын жайып жібергенде суретші оның көлеңкесінен қалып қойды. Мен бұлай бейнелей алмаймын, деді батыл суретші. Дұрыс тап салу үшін сенің аспанға көтерілуің керек, жарайды деп бүркіт ұша жөнелді. Жоғары, жоғары деп айқайлады суретші. Әйтпесе туға күнде бейнеленетін болады. Енді жете ме, деді бүркіт тым биіктен. Жоқ, мен бәрібір күнді көріп тұрмын, сен қалағандай сала алмаймын, сол үшін сен күнді жауып қалуың керек, деді суретші. Бар даусымен айқайлап салып, жоғары, тура күнге қарай ұш. Тегі бүркіт ақылсыз болса керек. Күнді қанатымен жабу үшін тіке күнге қарай ұшып, ал ыстық күн бірден оның қанатын күйдірді жіберді. Далалықтар бір жерге тас сиясық топ еткізіп, бұдан кейін бүркіт туралы ешкім еш нәрсе естімепті. Бірақ адамдар осынау оқиғаны еш ұмыта алмапты. Суретші болса туға күннің астында жанып жатқан бүркіт салып қойды. Бұл көк аспанның күнмен ешқандай жарыса алмайтындығын белгілі еді.